Қараңыздаршы, өте дәмді, хош иісті сүзбелі тоқаштар әртүрлі жеміс-жидектерді қосып жасасаңыздар болады. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге сүзбелі тоқаш дайындайтын боламын. Бейнемде соңына дейін болыңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ең алдымен бізге керегі жылы сүт. Жылы сүтке құрғақ ашытқымызды қосамыз және қантымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз, біркелкі қылып. Содан соң бөлме температурасындағы жұмыртқамызды қосып, ерітілген сармайымызды қосамыз және содан соң венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Електен өткізілген ұнды жаймеңдеп сала отырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Ұнды барлығын бірден салып жібермейміз. Тура бейнедегідей жасасаңыздар, қамырларыңыз өте сәтті шығады. Барлығы түсінікті деп ойлаймын, толық бейнеде көрсетілді. Менің рецептерім сіздерге ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіп және каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Мен өте қуанышты боламын. Каналымның дамуына үлесін қосасыздар. Қамырымызды жақсылап илеп алдық, түйіршік қалдырмай. Қараңыздар, жылтыр қамыр шықты. Енді пищевой пленкамен орап, 30 минутқа қалдырамыз. Қатты көтерілудің қажеті жоқ, сәл ғана көтерілсе жеткілікті. Бұл өзі қамырдың тестасы осындай болады. Енді қамырымыз көтерілгенше салмасын жасап аламыз. Сүзбеге қантымызды салып, жақсылап шанышқымен араластырып аламыз. Блендермен араластырып алсақ болады. Қантымыз ерігенше араластырып аламыз. Тура бейнедегідей. Қамырымыз дайын болды. Қамырдың көтерілуі маңызды емес. Қамыр тынықса болғаны жасай береміз. Енді осы қамырды думалақ қылып, бір тегіс қылып жайып аламыз. Ең алдымен қолымызбен формасын жасап алып, содан соң оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Қалыңдығы 0,5 сантиметрдей болу қажет. Қамырды жайып алдық, 0,5 сантиметр қылып, сары майды жұқа қылып, барлық жеріне бір тегіс қылып жағып шығамыз. Сары майды жұқа қылып, барлық жеріне тегіс қылып жағып алдық. Алдын ала дайындап алған салмасын салып шығамыз. Тура бейнедегідей. Сүзбеден жасалған салмасын салып шықтық. Жидектерімізді орналастырып шығамыз. Менде ежевика жидегі. Сіздер қалауларыңыз бойынша түрлі жидектерді қойсаңыздар болады. Өте дәмді, сочный болады. Енді барлық жидектерімізді салып алғаннан соң рулет тәріздес қылып орап шығамыз. Рулет тәріздес қылып орап алдық, бір келкі қылып жіппен бөліктерге бөліп аламыз. Тура бейнедегідей ақырын осылай жаймеңдеп отырып бөліп аламыз. Формасын жасап алдық. Противенге пергамент қағазын төсеп, орналастырып шығамыз. Арасын алшақ қылып орналастырамыз. Піскен кезде бір-біріне жабысып қалмайды. Бір жұмыртқаға бір шай қасық
сүт қосып жіберіп жақсылап араластырып барлық тоқаштарымызға біркелкі қылып жағып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Пештеріңіздің ыңғайына қарай пісіресіздер. Сіздермен болған Жансая, ендігі бейнеде кездескенше сау болыңыздар.